Құрметті менің арнама кіріп қызықтап жүрген қауым, бүгін сіздермен біз пісірілмей жасатын торттардың біреуін жасап көреміз. Оған бізге жаңағыдай печеньелер керек, сондықтан көп болса бір жарты сағат уақытыңыз кетеді. Мынандай әсем, көркем тортты жасап көрейік. Қазір сіздермен біз бірігіп жасап көрейік. Бұл тортты да пісірмей жасаймыз. Ол үшін бізге мынандай ұзын печеньенің 40 данасы керек. Оның арасына жағатын крем болу керек. Кремге біз мына қараңыз, қандай әдемі тұрып тұрған әдемі қою қаймақ алдық. Кішкентай ірімшік қосып жібереміз. 100 граммдай қант қосамыз. Сосын 2 ас қасық какао ұнтағын қосамыз бәрін креміне. Енді әрлеу үшін бізге шоколад керек. Шоколадқа кішкентай сүт құйдық. Сосын кішкентай сары май қойдық. Бұның бәрін ерітіп, мына әдемі кукурузный мына хрустка дейді ғой, Нестленің, соның бір 100 граммын алдық. Әдемі осыны шоколадқа малып аламыз да бетіне жағамыз. Мына какаосын, қаймағын, ірімшігін, қантын қосып қойдық. Енді қазір жақсылап миксерлеп аламыз. Міне енді жаңа жасаған кремді печеньелердің арасына әдемілеп жайып тәрелкелер қойып отырмыз. 10 печеньенің 40 печеньені мынандай әдемілеп арасына жайып шығыңыздар. Алдымен тарелкаға, сосын оның барлығын тігінен қоямыз. Міне 10 печеньенің бәрін арасына әдемілеп крем жақтық. Содан кейін оны тігінен қойдық, әдемілеп тұрғызып. Сосын мына арасына айтайын дегенім, арасына да кремді жағып қосасыз. Сонда мынандай ұзынша әдемі торт болды. Енді бұның үстіне, жан-жағына бәріне кремді жағып шығамыз. Міне іші сыртын бәрін креммен әдемілеп кремдеп қойдық. Енді қазір сыртына печеньенің ұнтағын, қалған печеньелердің 2-3 печенье қалды. Соның ұнтағын жағамыз. Жан-жағына печеньелердің майдасының бәрін жапсырып әдемілеп әрледік. Енді үстіне жаңағы сұйықтығымызбен шоколадпен ертіп әдемілеп құйдық. Енді осының үстін қазір мына кукурузның майда таяқшаларымен, мына бетін жүгерінің тәтті жалбыршаларымен әсемдеп, көркемдеп қойдым. Енді бұл 3-4 сағат тоңазытқышта тұру керек. Содан кейін барып тортымыз дайын. Қазірге көрінісі жаман емес, сондай жақсы, келісесіздер ме? Қазір енді 3-4 сағаттан кейін көреміз. Мені қараңыздар достар, бұл тортымыз бір күн тоңазытқышта тұрды. Енді қараңыз, бүгін алып шықтық. Қандай тамаша торт болған. Печенье мынау 10 қатар печенье, арасына какао қосылған крем жағылған, керемет дәмді торт шыққан. Енді осы менің әдісіммен де жасап көріңіздер. Бұған сіздердің көп болса бір жарты сағат уақыттарыңыз кетеді. Кем кетігін айтыңыздар. Астарыңыз